Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз бронх демікпесінде қолданатын дәрілерді талқылайтын боламыз. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, осы видеоларды достарыңызға таратып, қазақша фармакологиялық контентті қолдап жіберсеңіздер достар. Инстаграм каналыма да тіркелсеңіздер. Енді жалғастырайық. Жалпы бізде классификация қандай? Классификация бізде енді бізде бөлінеді. Қазір қарап отырыңыздар, кішкене классификация ұзақтау. Қазір түсінесіздер не айтып жатқанымды. Бронхтарды кеңітетін заттар. Бронхтарды кеңітетін заттар. Бета-2 адреномиметиктер, сальбутамол, фенотерол, тербуталин, изодрин, артипреналин, адреналин деген препараттар. Яғни бар бета-2 адреномиметиктер. Бізде бета-2 рецепторлар неде орналасады? Бронхта орналасады. Осыны әсер еткен кезде не болады бізде? Бізде бронх ашылады. Қазір механизмін соңында көрсетемін. Екінші классификация эмхариноблокаторлар. Мына екеуі симпатика мен парасимпатикаға қатысты. Қазір түсінесіздер айтқанда эмхариноблокаторлар атропин сульфаты, метацин, гипертерапия бромиді, тиотропия бромиді деп аталынады. Үшінші енді миотропты әсері бар спазмолитиктер, диофилин, эофилин. Енді бізде көрдіңіздер ғой, мынау бізде диофилин, эофилин олар бірден әсер етеді, бірден бронхқа әсер етеді. Ал мына бізде эмхариноблокаторлар, бета-адреномиметиктер, бізде олар симпатика, парасимпатиканы тежеу, күшейту арқылы бізде бронхтарды кеңітеді екен. Түсінікті ме достар? Ал енді қабынуға қарсы және бронхолитикалық белсенділігі бар заттар, глюкокортикостероидтар. Бізде гидрокортизон, дексаметазон, триамцинолон, бекламетазон. Олар қабынуға қарсы дегеніміз, олар бізде жаңағы фосфолипаза А2-ны тежеп тастайды. Тежеп тастағанда не болады бізде? Бізде бронхтар ашылады. Одан кейін бізде глюкокортикостероидтар меш жасушаларына әсер ете алады. Меш жасушаларына әсер ету арқылы олар бізде жаңағы гистаминнің бөлінуін тежейді. Гистамин бөлінуін тежесе бізде не істейді? Қан тамырының өткізгіштігі азаяды и бронхтағы жаңағы баратын лейкоцит, нейтрофилдің бәрі азаяды. Солай ғана әсер ете алады. Көрдіңіздер ғой. Енді аллергияға қарсы заттар, крамолин, натрий, кетатифен. Олар бізде бронхтағы рецепторларға әсер ету арқылы олар бізде уже лейкотринге тежеп тастайды. Ал крамолин, натрий, кетатифен, например, олар аллергиялық астма кезінде, олар только профилактика. Ал енді зилеутон деген препарат, ол лейкотрин биосинтезін тежейді. Осы лейкотрин ол бізде лейкоциттерді шақырып алатын медиатор. Сол, яғни лейкотрин көп болса, жаңағы бронхтың шырышты қабаттарына лейкоциттер көп болады и ауа өту қиындайды. Ондай бронхтан, шырышы көп бронхтан. Түсінікті ме? Солай ме? Енді лейкотриндік рецептор тежегіші зафирлуказ, монтелуказ деген препарат. Тура екеуі бірдей әсер ететін. Лейкотрин биосинтезін тежеп тастайды, ал только рецепторын тежеп тастайды. Бір-біріне ұқсайды. Бұл препараттар, аллергияға қарсы препараттар, бұлар только профилактика, бронхиальный астманың профилактикасы үшін ғана қолданылады. Ал приступ болғанда, острый приступ болған кезде біз мына 3 препаратты қолданады екенбіз. Осыларды қолданамыз. Енді механизм действиясы қалай? Бізде енді жалпы норадреналин. Норадреналин ол бізде симпатиканы жасап тұратын негізгі медиатор. Енді бізде қараңыздар достар, тиразин, қазір мен сіздерге норадреналин қалай түзілетінін айтып беремін. Тиразин ол бізде амин қышқылы. Ол амин қышқылымыз белок арқылы аламыз, натрий арқылы кіреді. Натрий кіргенде калий сыртқа шығады. Солай бізде импульс болады. Импульс, яғни өтеді натрий арқылы. Натрий арқылы кіріп береді тиразин дофаға айналады, дофаминге айналады и норадреналинге айналады. Норадреналин везикулаға жиналады. Везикулаға жиналғаннан кейін кальций автоматты түрде кіреді. Кальций автоматты түрде кіргеннен кейін бізде норадреналинді синаптикалық аймаққа шығарады. Мына бізде постсинапстық аймақ, мына бізде пресинапстық аймақ деп аталынады. Осы жер пресинапстық аймақ,
мына синаптик сигнал. Енді жаңағы кальций норадреналинді шығарады. Норадреналин шыққаннан кейін бізде синаптикалық сигналға шығады. Ол бізде уже мына альфа-1, бета-1, бета-2 деген адренорецепторларға әсер етеді. Солай әсер ету арқылы ол белгілі бір эффект көрсетеді. Например, қан тамырының тонусы артады, жүрек соғу жиілігі артады, давление көтеріледі. Сосын не болады? Бронх ашылады, яғни бронходилатация болады. Солай бізде осылай әсер көрсетеді екен. Енді қараңыздар, бізде жаңағы яғни тиразин кірді, норадреналин жиналды везикулаға. Ол натрий арқылы кіріп алады, натрий калий. Осылай деполяризация болып келе жатыр. Кальций кіреді, кальций кіргеннен кейін норадреналинді жарып жібереді. Сосын норадреналин синаптикалық сигналға шығады. Синаптикалық сигналға шыққаннан кейін не болады? Бета-2 адренорецепторға әсер етеді. Бізде енді бұл жерде натрий кіру керек еді, басқа жағдайда натрий кіреді. Неге? Өйткені натрий кіру арқылы бізде деполяризация жасау керек еді. Ал бұл жерде енді гиперполяризация болады. Өйткені бронхта бізде симпатикалық нерв болмайды. Достар, қараңыздар, міне. Бета-2 адренорецептор орналасты. Енді оны ашу үшін біз бронхты не істеу үшін, қараңыздар. Только парасимпатика бар бронхта. Парасимпатика ол жаңағы бронхы обструкция, не істейді? Бронхты кішірейтеді, көлемін кішірейтеді. Ал бізде керісінше симпатика оны ашады. Қалай ашады? Яғни бұл жерде уже бұл не істеп тастайды? Гиперполяризация, яғни ТПСП, торможение постсинаптический потенциал деп аталынады. Бұл калий сыртқа шығып кетеді. Болды солай, достар. Жаттамаңыз, бета-2 адренорецепторға әсер етсе, симпатика қосылса бітті, бронходилатация болады. Егер мыналарды түсінбесеңіздер, солай ғана жаттап алыңыздар. Болды, қазір сіздерге бүткіл препараттар түсіндіріп беремін. Міне, енді біздегі бета-2 адреномиметиктер былай әсер етеді. Сальбутамол, фенотерол, тербуталин деген препараттар, қараңыздар, бета-2 адренорецепторды күшейтіп береді. Енді достар, қараңыздар, енді бізде рецептор күшейіп жұмыс істесе, ол норадреналинді көп сұрайды. Сол норадреналин синаптикалық сигналға өте көп шығады да, бронходилатация болады, бронх ашылады, солай науқас жақсы демала алады. Міне осылай гиперполяризация, калий сыртқа шығып кетеді деп айтыңыздар мына жақта. Ал обычно натрий кіру керек болатын. Сальбутамол, фенотерол, адреналин осылай әсер етеді. Өйткені норадреналин ол адреналинмен ұқсас. Норадреналин ол бізде жаңағы нервте шықса, ал адреналин бізде бүйрек үсті безінен шығады. Бүйрек үсті безінен адреналин 85%, 15% норадреналин. Ал мына жерде только норадреналин. Достар, осылай жаттап алыңыздар. Міне, бета-2 адреномиметик, яғни бета-2 адренорецептор күшейсе не болады? Бронходилатация болады. Екінші, міне, енді парасимпатика қалай жұмыс жасайды? Парасимпатика бізде ацетилхолин арқылы жасайды. Натрий мен калий, яғни бүкіл импульс осындай. Енді парасимпатика қалай? Холин бізден сырттан кіреді. Ол ацетилкомен қосады, ацетилхолин пайда болады. Ацетилхолин пайда болса, ол везикулаға жиналады. Енді кальций кіреді, ине арқылы шарды тесіп жібергендей эффект көрсетеді. Сол ацетилхолин синаптикалық сигналға өте көп шығады. Енді мынандай рецепторларға әсер етеді. НН, НМ, М1, М2, М3, яғни мускариндік, сосын никотиндік рецепторларға әсер ету арқылы жұмыс жасайды. Сосын М2 бізде ол бронхтарда орналасады. Ал парасимпатика бізде керісінше бронхтарды таратады. Ал енді біз М-холиноблокатор болғандықтан мына жерден тежеп тастаймыз. Мускариндік рецепторды мына жерден тежеп тастаймыз. Ацетилхолин бұған әсер етпей қалады. Ацетилхолин әсер етпесе, бізде не болады? Бронх бізде тарылмайды. Керісінше бронходилатация болып кетеді. Симпатика қосылып кетеді мына жер, достар. Мынау, яғни симпатика жұмыс істесе, парасимпатика басылып қалды. Парасимпатика жұмыс істесе, симпатика түсіп қалды. Солай. Біз тиотерапия пирамида, жаңағы тропин сульфаты осыны тежеп тастағаннан кейін бізде бронходилатация болады, достар. Механизм действиясы осындай.
Көрдіңіздер, мұның бәрі физиология. Екінші курста өткен білімдер, мыналарды білсеңіздер болды. Сіздер препаратты жасап үйрене бересіздер, достар. Түсінікті ме? Осылай әсер етеді. Ал енді мен эфирин, теофилинді қалған препараттарды екінші бөлімде түсіндіріп беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет, достар. Каналыма тіркеліп осы видеоларды физиология, фармакологиядан қиналып жүрген досыңа жібер.